Саған бір сұрақ. Егер Гитлер соғыстан кейін тірі қалған болса ше? Иә, мектепте бізге оның Берлинде, бункерде өзін-өзі атып өлтіргені үйретілді. Бірақ ол шын мәнінде Аргентинаға қашып кетіп, бірнеше ондаған жыл бойы сол жақта тыныш өмір сүрген десе, сенер ме едің? Бұл жай ғана қастандық теориясы емес. Бұл ондаған куәгер, құжаттар, тіпті фотоларға негізделген әңгіме. Біріншіден, 1945 жылы Кеңес әскері Берлиндегі фюрердің бункеріне кірген кезде нақты Гитлердің денесі табылмады. Көрсетілген мәйіттің тіс сүйектері мен дыңқысын тексергенде, ол әйел адамға тиесілі болып шыққан. Яғни, бункерде табылған мәйіт Гитлер емес. Ал ЦРУ-дың құпия құжаттарында 50-ші жылдары Аргентинада Гитлердің тірі жүргені туралы агенттікке түскен ондаған мәлімет бар. Аргентина соғыстан кейін нацистік Германияның ондаған жоғары шенді офицерлерінің панасы болған ел. Мысалы, Адольф Эйхман да сол жерде жасырын өмір сүріп жүріп ұсталды. Бұл елде немістер тұратын тұтас бір қалашықтар бар. Солардың бірі Барилоче, жергілікті тұрғындар мұнда бір түрлі мұртты шалды көргендерін айтып, оны доктор деп атаған. Ол өте сыпайы, бірақ өзге адамдармен араласпайтын, үнемі бас киім киіп жүретін адам болған. Бір қызығы, ол адам ешқашан суретке түспеген. Бірақ бір-екі құпия түсірілген фотода фюрерге ұқсас бейне кездеседі. Тағы бір дәлел 1946 жылы Америка барлау қызметіне келген ақпарат. Онда Аргентинада Гитлердің аты өзгертіліп, жаңа төлқұжатпен өмір сүріп жатқаны айтылады. Жаңа аты Андрес Хуфен, бұл адам арнайы күзетпен өмір сүрген, өте құпия үйде тұрған. Үйдің төңірегінде жергілікті тұрғындар бірнеше рет күдікті адамдарды, тіпті бұрынғы СС офицерлеріне ұқсайтын киімдегі ер адамдарды көрген. Ал Гитлердің өзі ол жақта қатты қартайғанға дейін өмір сүріп, 78 жасында өлді деген ақпарат бар. Бірақ ең қызығы, Аргентинада туған бір әйелдің куәлігі. Ол бала кезінде, ата-анасы неміс текті бай адамдардың үйінде жұмыс істегенін айтады. Сол үйде үнемі бір мұртты шал отыратын. Ол адам немісше сөйлейтін, үнемі көлеңкеде жүретін. Бірақ бір рет ол үйдің қабырғасындағы суреттерді көріп қойыпты. Онда ол шал нағыз Адольф Гитлердің жас кезіндегі суретіндегі адамға ұқсап тұрған. Бірақ ешкімге тіс жарып айтпаған. Тек есейгенде ол бұл куәлікті айтқан. Бірақ ол кезде бұл куәгердің сөзі жай ғана өсек ретінде қабылданған. Тағы бір қызық жайт, Гитлердің қашуына байланысты жиі айтылатын нацистердің жасырын желісі. Бұл желі Одесса деп аталған. Олар нацистік офицерлерді Латын Америкасына құпия түрде көшірумен айналысқан. Жалған құжаттар, өтірік тұлғалар, тіпті арнайы жасырын кемелер болған. Осындай ұйым арқылы Гитлерді Аргентинаға жеткізу, техникалық тұрғыдан әбден мүмкін нәрсе. Ал енді қазір бізде бар ең қызықты дерек, ЦРУ-дың 2017 жылы жарияланған құпия құжаттары. Онда Гитлердің тірі қалғаны, Аргентинада жасырын өмір сүргені, оған бірнеше куәгердің дәлелдер келтіргені, тіпті америкалық барлаушылардың оны бақылап отырғаны жазылған. Бірақ неге бұл ақпарат ресми расталмайды? Себебі бір елдің немесе тіпті бүкіл әлемнің тарихын қайта жазуға ешкімнің батылы жетпейді. Ал егер Гитлер расымен тірі қалған болса ше? Тарихи факт ретінде біз оны тірідей ешқашан көрген жоқпыз. Бункерде көрдік дегендер бірнеше адам ғана. Ал қазірге дейін Гитлердің денесі ретінде ұсынылған қалдықтардың ешқайсысы оның дыңқысымен сәйкес келмеді. Бұл жай ғана сәйкестік пе? Әлде бізге айтылмаған әдейі жасырылған бір үлкен құпия бар ма? Қалай ойлайсың, тарих бізге шындықты айтты ма? Әлде Гитлер барлығын алдап, әлемнің бір бұрышында тыныш өмір сүрді ме? Мүмкін ол өліп кеткен шығар, бірақ бір нәрсе анық, бұл әңгіме ұмытылмайды. Себебі неғұрлым біз оны жауып тастайық десек, соғұрлым ол ашыла береді. Өйткені сұрақ көп, ал нақты жауап жоқ.